ұжымда арыз бар ғой, оның бір қате жері де бар. Қате жер деген, яғни азамат оған қол қоя салады. Ол арызды бір ұйымдастырушы, мысалы, сіз жіберіп жатсыз, біз қол қойып бердік, мысалы, мына жерде 20 адам. Бірақ ол сол қол қойып берген адам бәрі ол арызға қол қойғанмен де тікелей қатысып жатқан, осы процеске өзінің араласып жатқан бәрі дұрыс сезбейді, әсері жоқ. Ал егер банағында өтініштегідей әркім өз жазатын болса, ол өзінің қолынан кетіп жатыр. Сәрсекеев, Ержан, мысалы, Ғұмар ұлының деген сияқты. Ол өзі де қатысы бар. Ол бір жағынан ол әрине қорқыныш та болады басында. Бірақ дегенмен де ол шаруаға атсалысып жатқанына, Қазақстанда дамытуға, мысалы, киікті сақтап қалуға, жол көбейтуге, балалардың мысалға суицидін азайтуға, енді наркотиктардың қазір синтетикалық наркотикқа тыйым салу, енді проблема жетеді бізде. Соған араласуға өзі шынында да әсер алады және қатысып жатырмын деп ойлайды, және де сол кезде ғана ол мен азаматтық қоғамның бір мүшесі екенмін, мен айта аламын екен деген сияқты ода ой туындайды. Сонда ол оған күш береді. Сөйтіп сол бір қоғамдық қалыптастырудың бір несі енді бір құралы, тетігі осылай жасасақ. Сосын енді құрал жалпы құралдың бірі енді азамат қоғам жасау үшін енді менің ойымша енді жақсы ол намыс керек, энтузиазм дейміз де, енді ниетіміз бар, барлығы бар, және де оған қаражат керек. Өйткені бұрынғыдай біз әлі күнге үйренгенбіз, қоғамдық жұмыс жасайтындар, кеңес, басқасы бұл тегін жүру керек, тегін жасайтын. Оның бәрі де төлену керек. Еңбек, адамның еңбек ақысы төленетін болса, адамның еңбегі дұрыс шетелдегідей бағаланатын болса, ол жұмысты атқарады. Адамдар барлығына да. Енді білмеймін, оны ақшаны кім шығаратынын. Бір меценат байлар бөледі ме? Жақсы бизнесмендер. Ол өзімізде ішкі саясатта да бөліп отыр ғой, сондай жұмысқа, тек ол енді басқа салаға кетіп қалып жатыр. Жылдан 1 миллиард бөлінеді, егер білсеңіздер, осындай әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылауға, көтеруге, осылай айтуға. Тағы мысалға не бар? Антикордың өзінің мысалға бір бюджеті бар, сыбайлас жемқорлықты көтеруге деген сияқты. Қаражат болатын болса, дұрыс ұйымдастыру болатын болса, бұл адамдардың барлығында дұрыс қоғамдық, азаматтық, яғни мәселелерді көтеретін қылдырып дайындауға болады. Өзіңіз байқап отырсыз, әділдік жолы. 2 жыл жұмыс жасап жатырмыз, 2 жылда өзіміз бар болған 2 адамбыз, қанша мәселені көтердік, қанша мәселені айттық. Бюджетке енді қазір ұмытып қалып отырмын, 22 демекен 33 миллион қайтардық. Биыл 20-ның үстіне шықтау деймін. 80 ба 90-ға жуық адамды әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Соның өзінің қанша айыппұлдары. Яғни былай айтқанда алдында есептесек, айына 1,2 миллион ба, 1 миллион жарымда біз бюджетке салып отыр екенбіз. Біз бюджеттен алып отқан жоқпыз. Оны жасап отқан 2 адам, бір кішкентай Оралда. Ал енді біздің енді өзіміздің қаражатымыз енді Исламбек Салжановтың енді жобасы ғой бұл. Ол өзі меценат, сондай былай айтқанда жанашыр енді жігіт ағасы дейді, ел ағасы дейді, сондай жүрген. Ол сондай жігіттер бізде онда қаншама, егер осылай көтеретін болса, мәселені көтеруге. Яғни бір түртпек керек, оны өзіңіз айтасыз. Сондықтан да енді бұл да енді бір шахмат ойыны сияқты ғой. Шахмат ойында сен қарсыласың ойнай алмаса, білмей отырса, мына жақ әрине ол сезет отатын. Сондықтан да біздің барлығымызда біз әрине қарсылас дегенмен де менің ойым жалпы билік пен халық ол диалогта болу керек. Президентіміз өзі айтады бізге, Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысы ол біз еститін мемлекетпіз. Соған тырысып жүрміз, болып жүрміз. Кейбір мәселелерді олар жасап, мысалы цифровизация дейміз, өтініш жасап келе жатыр. Бірақ енді олар еститін мемлекет болғаннан кейін енді оған бір айтатын адам olur. Яғни онда біз сөйлейтін қоғам болайық, айтатын, дұрысын айтатын, ұсыныс беретін, мәселені көтере алатын қоғам болайық. Енді диалог болғасын ол тең-бе-тең болу керек қой енді. Біз енді бір жағы тыңдап тұрғанмен, бұл жағы айтылмаса жетпесе онда сосын